біздер қазір 2025 жылда өмір сүріп жатырық қой. Кетіп бардық даже жерде. Жаңа жылда келіп қалды. Тез айтып берсем жаңағы инстаграм несін өткізген. Жаңа жылда келіп қалды. Супер заманның несімен есептегенде 2025 деген дұрыс. 20 жылда келатамыз, кетіп жатамыз. Ал енді жаңағы бұрынғы уақытпен есептесек, баяғы 80 жылдар не ар жағы ерте заман болып кетеді ғой. Өзгеріске ұшырамаса, сол неде тұрса, онда қазір 2010 жылда болуымыз керек екен. Түсінесіңдер ма? Қазір 2025 супер заманның несімен дұрыс, бұрынғы уақытпен есептегенде, онда жаңағы дұрыс емес екен. Артта болуымыз керек те 15 жыл. Өзгеріске ұшырамаса 15 жылда жапсамыз да қандай күш. Бұл емес, біздер қазір дамудың несінен 15 жыл кетіп қалды да алға қарай. Кішкене уақыттан нетіп жатыр деген сияқты. Сосын жаңағы адамдар көп айтады ғой, қазір қалай 40-тан кетіп қалатын. Кеше ғана бала айтып қалды, 50-ден қалай кетіп қалдым. 60-ға қалай келіп қалдым, 70-ге қалай келіп қалдым деген сияқты. Сол осы неде екен де. Жаңағы адамдар көп сол жаңағы қай жылдарда болуымыз керек екенін білмейді екен. Біз тағы бір жақсы не қуантатын не. Оны көп ешкім біле бермейді. Сосын білсін айтып жатамын ғой. Баяғы күндерімізде ұзақ болды ғой. Сол адамдар бәрін көріп нетіп жатыр, бірақ бір нәрсе нетпейді де, жетіспейді сияқты. Соны Алла тағала ескеріп, соңғы рет көрсетті дейді баяғы күндерде. Нәрселер емес, уақыт айтып отыр. Ұзақ ауыр қалып береке болған көрсен, өмірге құштарлық. Кеше вечер болады дейді ма? Ертең парад болады дейді ғой деп жаңағы. Сондай бір күш сезімі жүрді ғой. Сондай не болғанда баяғы действительно керемет бір сезім. Оны жаңағы көрмеген қазір жас балдар, қыздар бар, кішкентай балдар бар, бәрі де в общем жаңағы нетеді. Көреді деген сияқты. Ол да жақсы не. Соны айтайын.